Так, ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін фарды тазалауды көрсететін болам. Өзімде жаңа мынаны наждакпен ысқылағанмын ғой. Жақсы болып қалды былай. Только наждакпен ғана ысқыладым. Полировканы енді беремін. Мынау, короче, 1500 қой. Мынандай 1500 су болып тұр мынау. 1500 наждакпен ысқыладым. Ысқыламаған фар. Бұл кәдімгі темный болып тұр. Бетінен кәдімгі сап-сары болып ақты ғой. Енді интернетте айтып жатыр 5 минут сағасың деп ше. 5 минуттың қажеті жоқ. Мынадан кейін обязательно полировка жасаймын. Полировканы мынаумен жасаймын ғой, короче. Шурпайла жасап алғам осылай. Мынаны келетін болтты кішкене кесіп осылай салдым да. И мына насадканы соған қақ ортасына варт етіп қойдым ғой. Шурпайла болса, үйде машинка жоқ болса, шурпайла салып пайдалана бересің. Машинка болса, болт тапсап, онда пайдалана бересің. Мынадай не полировочный пастасы мен жасап отырмын. Кімге қызықты, осылай өздеріңіз үйден жасап алсаңыздар болады. Тым несі жоқ. Тым қиын түгі жоқ, оңай былай келгенде. Қазір мынаның бәрін ондай не болып кеткен, қазір көрсететін болам. Неге осылай суға малып алып, мынандай кір шығып жатыр, ақ бейнесі. Өзіңіз көресіздер, тазаланғанша қалай тазаланады. Мен мына жерлерге сіздер не қылсаңыздар болады, жаңа скотч жапсырып, чтобы мына жақта повреждение болмас үшін. Менде не повреждение бәрі бола берсін. Қазір полный полировка жасап жатырмын негізі машинеге. Сол бірден фарды да ұрып кетейін дегенім ғой. Қазір жұп көрсетем, мынаны кішкене ұрып тастайын. Мінекейіңіздер, фар жақсы көрініп қалды. Қатты не жоқ. Буланып отыр ма? Жоқ, су екен ғой. Дәл осылай үйден жасап алсаңыздар болады. Ақшаға шығындалмай. Оп-оңай. Екі фарға менің уже асып кетсе 5 минут уақытым кеткен шығар. Бірақ бұдан кейін обязательно полировка жасаймын. Қазір кептенген көретін боламыз, если нормально болса, ол кезде жасамайым полировка. Бірақ енді менде бар ғой барлығы. Жасап кете салу немес. Барынша осылай істеп алсаңыздар болады. Лайк басып тіркеліп кетіңдер. Арасында видео салып тұрам. Жаққа полировка не жасап жатырмын. Не істеп сағым мұны аждақтап. Шкурка істеген. Мен мына жерді істеп жатырмын. Асты мутный еді. Мынау жасаған жерім. Осылай шығып жатыр. Мына есік жасағым, шаң кеше жасағым ғой енді. Мына жақта енді шкурка жасап. Все, рахмет жігіттер.